Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазы айналдырайық бірге 5 литрлік баклажканы ыңғайлығып кесіп аласыз. Крышкасының аузын тесесіз ішек өтетіндей. Сөйтіп оны ішекті өткізіп бекітесіз. Сонда қазыны жаңағыдай ішекке етті майды салу өте жеңіл болады. Бірге тұз бен бұрышты араластырып, бір кесеге қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Чеснокты мен арнайы езгіштен езіп алдым. Свежий ет болғандықтан тұзды көбірек салғаныңыз жақсы, сіңеді бойына әбден. Чеснокты да молырақ қоса берсеңіз, ерекше дәм береді. Ең оңай әдіс осы баклажканы кесіп салу. Сонда қолыңыз тайып кетпейтін болады. Мен 2 қаз айналдырдым. Әркім өзінің жаңа қалауы бойынша тұз бұрышты, кейбіреуіне чеснок қоспайды, тұз бен бұрышты ғана жасайды. Бірақ мен екеуіне де чеснок қостым. Мына жерде менің қазым симай жатыр, етім қатты тығыз болып тұр. Сондықтан қазір кішкене бөлігін кесіп, астына шамалы жалғап жіберемін. Қаз айналдырған кезде қатты томпитіп, тығыз ғып салудың қажеті жоқ. Асылған кезде жарылып кетуі мүмкін. Кішкене шамалы бостау болып тұрғаны жақсы. Өткен май мен етті кішкене ығыстырып ұшына апарамыз шектің. Етке майды араластырып сала бересіздер. Қатты жерін алып тастадым. Кішкене көлеміне қарап, артық еттерін кесіп алып тастап жатырмын. Майды, етті сала бересіз. Өткендей кішкене ығыстырып, ұшына қарай алып барасыз. Шеткі бөлігі шығып кетпес үшін қатты жіппен, менде не болмағандықтан, зубочистка болмады. Сол себепті мен қатты жіппен байладым, қайратты жіппен. Қатты жіп жаңағыдай шешіліп кетпес үшін бірнеше қайтара байладым. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.